Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бірге өте пайдалы компоттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде балаларыңызға дайындап беріңіздер. Ең алдымен біз өзімізге керекті, яғни қажетті жеміс-жидектерді осылай жуып тазалап аламыз. Менде осылай ежевика, яғни итмұрын, шиповник, сосын слива, мята мен лимонның қатырылғаны және әбілепе мен осылай қатырып қойған болатынмын мұздатып. Осылардың барлығын дайындап алдым. Енді мен осылай ыдысыма барлығын салып алатын боламын. Достар, міндетті түрде осы компотты балаларыңызға жасап беріңіздер. Ыстық шай ретінде де, мұздатып компот ретінде де ішсеңіздер болады. Тұмау болған кезде, суық тиген кезде таптырмас пайдалы табиғи дәрумендеріміздің бірі. Мен барлығын осылай ыдысыма салып алдым. Енді оның үстінен мұздай суымызды құйып алатын боламыз. Айтпақшы, мен қант салатын боламын. Егер сіздерде бал болатын болса, міндетті түрде бал салып жіберіңіздер, бірақ балды жылы күйінде салатын болыңыздар. Мен осылай қант салатын боламын. Балды ыстық күйінде салуға болмайды, өзінің құрамını жоғалтып алатын болады. Енді газге қойып қайнататын боламыз. Яғни қайнап шыққан соң, достар, міндетті түрде 30-40 секунд қана қайнатыңыздар және бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Не біздің шайымыз, яғни компотымыз дайын болды. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дәмі өте ерекше болып шықты. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.